Достар, бүгін ер адамдар арасында ең жиі кездесетін мәселенің бірі туралы сөйлесеміз. Мерзімінен бұрын эякуляция, яғни еркек өзі қалағаннан тез бітіру. Статистика бойынша бұл жағдай ер адамдардың 20-30%-ында кездеседі. Яғни, ол ер адамның 10-нан 3-інде кездеседі. Бірақ дәрігерге барғандардың саны мүлде аз. Неге деп сұрасаңыздар, көпшілігінің жауабы ұят. Ешкім білмесін. Ұят. Ол емделмейді деген сенім. Бүгін мен Мирас Ерланұлы осы 3 қате пікірді туралы шындықты айтып беремін. Медициналық анықтама бойынша мерзімнен бұрын эякуляция жыныстық қатынас басталғаннан кейін 1 минут ішінде орын алатын ер адамның бақылай алмайтын эякуляциясы. Бірақ бұл анықтама тым қатал. Тәжірибеде дәрігерлер қосымша 2 нәрсеге қарайды. Ер адамның өзі бұдан қиналып азап шегіп жүр ме? Бұл жағдай қарым-қатынасқа кедергі болып жүр ме? Яғни уақыт жалғыз критерий емес. Егер екі серіктесте қанағаттанса, медициналық мәселе емес. Ал егер зардап шегу бар болса, назар аударуды қажет ететін жағдай. Зерттеулер бойынша жыныстық қатынастың орташа ұзақтығы 5-7 минут. Бұл көптеген ер адамды таңғалдырады. Себебі норма туралы ойлар шынайылықтан алыс болады. Порнографиядан алынған бейне, достар арасындағы мақтанышты сөздер барлығы медициналық анықтамалыққа сай келмейді. Медициналық анықтамалыққа келсек, 1 минуттан аз мерзімнен бұрын эякуляция аймағы. 1-2 минут шекаралық аймақ. 3-7 минут норма. 7-13 минут жақсы. 13 минуттан артық өте ұзақ. Яғни норма емес деп ойлаған нәрсеңіз шын мәнінде норма болуы мүмкін. Мерзімнен бұрын эякуляция 2 түрге бөлінеді. Олар өмір бойы болатын және кейін пайда болатын. Өмір бойы болатын түрі алғашқы жыныстық қатынастан бастап осылай болған. Бұл жағдайда себеп көбіне биологиялық факторда. Серотонин жүйесінің генетикалық ерекшеліктері, яғни мидағы химиялық баланстың өзгешелігі. Жыныс мүшесінің сезімталдығы жоғары болуы мүмкін. Бұл адамның кінәсі емес, дененің туа біткен ерекшелігі болып саналады. Стресс ең жиі кездесетін психологиялық себеп. Жаңа серіктес, ұзақ үзіліс, алдыңғы сәтсіз тәжірибе, бәрде стрессті тудырады. Стресс симпатикалық нерв жүйесін белсендіреді. Ұрыс немесе қашу режимі. Бұл режимде эякуляция тезірек орын алады. Сәтсіздіктен қорқу күшейтеді. Стресс тезірек бітіруге әкеледі. Тезірек бітіру тағы сәтсіздік тудырады. Спираль айналып кетеді. Тез бітіру мен эректильді дисфункция өте тығыз байланысты. Кейбір ер адамдар эрекция жоғалып кетпес бұрын тезірек бітіруге санасыз деңгейде үйреніп кетеді. Сонымен қатар, простатит без асқынындағы қызыну туындатуы мүмкін. Тұрақты ұйқының жетіспеуде осы мәселеге әкелетіні ер адамдар білмейді. Ұйқы кезінде кортизол деңгейі артады. Ал шаршаған адам дене сезімдерін жақсырақ бақылай алмайды. Нәтижеде сексуалдық қозу да тезірек шығады. Тұрақты 7-8 сағаттық ұйқы ерлерде гормоналдық тепе-теңдіктің негізі. Алкоголь серотонин жүйесіне әсер етеді және нерв қозғалыстарын бұзады. Бұл эякуляцияны бақылауда қиындатады. Темекі никотин арасындағы қан айналымын нашарлатады және жыныс мүшесінің сезімталдығын арттырады. Уақытты өте қысқа болуы мүмкін. Сондықтан алкоголь мен темекіден аулақ болу тек дәріңізді сақтау ғана емес, жыныстық өмірді жақсарту болып табылады. Отырықшы өмір салты. Көп уақыт отырып жұмыс істейтін ер адамдарда жиі кездесетін проблема. Кіші жамбас аймағындағы қан айналымының нашарлауы, простатаның жыныстық бұзылуы, бәрде жыныстық қозу мен бақылауға кері әсер етеді. Аптасына 150 минут аэробты жаттығу нерв жүйесінің қалыпты қалпына келтіреді. Стресс деңгейін түсіреді және жалпы қалыпқа оң әсерін тигізеді. Семіздік, отырықшылық, шамадан тұру, қозғалу, қысқа жарық. Ондағы қан айналымын жақсартады. Тамақтану жыныстық денсаулыққа тікелей әсер етеді. Серотонин эякуляцияны бақылайтын негізгі химиялық зат триптофан деген амин қышқыдан өндіріледі. Триптофанға бай тағамдар: жеміс жарма, сүт сүті, жаңғақ, күнжара тұқымы. Бұл заттар серотонин өндірісін қолдау арқылы қамтамасыз етіп, нерв жүйесін тыныштандырады. Жасыл жапырақты көкөністер, жаңғақ, бұршақ тұқымдастар, күнжара, авокадо магнийге бай. Омега-3 май қышқылдары нерв жүйесінің жұмысын жақсартады. Майлы балық, зығыр тұқымы, жаңғақ тұтынуымызды арттырыңыз. Шамадан тыс шай, кофе серотониннің түзілуін бұзады, сезімталдықты арттырады. Кешкі мен түнде кофе ішпеңіз. Үй жағдайында эякуляцияны қалпына келтіру кеңестеріне келсек. Бірінші, ең дәлелді әдіс старт-стоп техникасы. Бұл әдісті 1960 жылдары сексолог Джеймс Семмонс ұсынған. Және ол бүгінге дейін тиімді
әрі дәлелденген әдіс болып саналады. Принципі қарапайым. Қозу деңгейі шектің жанына жеткенде тоқтайсыз, толықтай тыныштанасыз, содан кейін жалғастырасыз. Бұл циклді бірнеше рет қайталайсыз. Мақсаты өз денеңіздің қай сәтте қозу қайтымсыз болатынын сезінуді үйрену. Тәжірибемен бұл шекті алға жылжытуға болады. Екінші әдіс сығу техникасы. Старт-стоп сияқты, бірақ тоқтаған сәтте жыныс мүшесінің басын немесе негізін бірнеше секунд қатты қысасыз. Бұл қан ағысын уақытша азайтып, қозу деңгейін түсіреді, содан кейін жалғастырасыз. Екі техникада шыдамдылықты қажет етеді. Нәтиже бірнеше аптадан кейін байқалады. Жамбас табанының бұлшықеттерін жаттықтыру. Кегел жаттығулары эякуляцияны бақылау үшін маңызды. Зерттеулер бойынша 12 апта жамбас табанын жаттықтырған ер адамдардың 61%-ында мерзімнен бұрын эякуляция айтарлықтай жақсарған. Күніне 3 мәрте 10-15 рет 5 секундтан ұстаңыз. 2-3 айда нәтиже байқалады. Тыныс жаттығулары өте тиімді, бірақ көпшілігі ескерілмейтін әдіс. Керең диафрагмалық тыныс алу симпатикалық жүйесті тежеп, парасимпатикалық жүйесті белсендіреді. Бұл денеде тыныштық режимі. Қатынас кезінде назарды серіктеске, сезімге, демге аударыңыз. Тым қатты бітірмеу керек деп ойлану осы ойды арттырады. Цикл тұйық болып кетеді. Презерватив сезімталдықты азайтады, уақытты ұзартады. Қарапайым, бірақ тиімді шаралардың бірі. Арнайы ұзартатын презервативтер бар. Олардың ішкі бетінде жеңіл анестетик бар. Бензокаин немесе лидокаин негізінде. Бас сезімталдығын азайтып, бақылауды жақсартады. Аптека рецептсіз сатылады. Камасутра жаттығуы. Бұл жаттығу нерв жүйесін оңғайлап, организмді тыныштық режимде ауыстырады. Серіктеспен бірге жатыну кезінде санасыз деңгейде жаттығуға керек уақыт бөліңіз. Бұл денеңізді тыныштыққа үйретеді және қозу қалыптастан алдыңғы ойынның орнын толтырады. Серіктеспен ашық сөйлесу. Мерзімнен бұрын эякуляцияның ең үлкен зияны үнсіздік. Ер адам ұялып, серіктесіне айтпайды. Серіктес не болып жатқанын түсінбей, өзін жеткіліксіз сезінеді, немесе ер адамды кінәлайды. Қарым-қатынас бұзылады. Ашық сөйлесу емдеудің бір бөлігі. Серіктеспен бірге старт-стоп техникасын жасау, алдыңғы ойынға көп уақыт бөлу, бәрі бірге шешілетін мәселе. Бұл екеуіңіздің ортақ жұмысыңыз, бір адамның кемшілігі емес. Егер үй жағдайындағы әдістерді 3-6 ай қолданып нәтиже болмаса, уролог немесе сексологқа бару қажет. Сонымен қатар, мерзімнен бұрын эякуляция эректильді дисфункциямен, простатит белгілерімен немесе стресспен бірге жүрсе, маманға ертерек барған дұрыс. Мерзімінен бұрын эякуляция сирек емес, ұят емес және емделетін жағдай. Старт-стоп техникасы, жамбас бұлшықет жаттығулары, тыныс жаттығулары, презерватив, триптофанға бай тамақ, серіктеспен ашық сөйлесу. Осы қарапайым қадамдардан бастаңыз. Шыдамдылық қажет етеді, бірақ нәтиже болады. Ең бастысы, мен ғана осылаймын деген ойды тастаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Менің каналыма жазылып, егер бұл видео пайдалы болса, лайк басыңыздар. Сау болыңыз.